Жаңаөзен мәжіліс және мәслихат сайлауларын өткізуге даяр. Бүгін орталық сайлау комиссиясының өкілі қалаға келіп, учаскелерді аралап, алдағы науқанға дайындықты пысықтады. Оның айтуынша, жергілікті сайлау комиссиясының мүшелері түгел. Телефон, компьютер, кеңсе заттары сияқты құрал жабдықтардың бәрі жеткілікті. Республикалық бюджеттен бөлінген қаражат та Жаңаөзенге жеткен. Егер қажеттілік туындаған жағдай тағы да қосымша ақша беріледі дейді орталық сайлау комиссиясының Маңғыстау облысы бойынша өкілі Назия Телмұхамедова. Барлық кандидаттардың үгіт насихат жұмысын жүргізуге әрине елбасының жарлығына сәйкес мына жерде коменданттық сағаттың тағайындауына байланысты оған бір шектеу қойылған. Оны білесіз, біздің орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлович айтты. Сондықтан ол кандидаттар жаңағы митингілер, кездесулер, спорттық шаралар өткізуге шектеу бар да, бірақ басқа жаңағы шаралар, яғни теледидардан, газеттен, радиодан сөйлеуге толықтай мүмкіндіктері бар, оған қаржы бар.